Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Біз ең алдымен апарамызды дайындап аламыз. Ол үшін жылы суымызды, тұзымызды, қантымызды және ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғанымыздан кейін бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Он 15 минуттан кейін бетін ашып, майымызды құямыз және ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз міне осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Оны 40 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілуі керек. Міне қамыр дайын болды, көтерілді. Дайын болған қамырымызды, қолымызды майлап аламыз дағыны. 2 бөлікке бөлеміз. Мен 2 пицца шығардым. Өте жұмсақ болып қамыр шығады. Пергаментке қойып, осылай қолыммен жайып алдым. Оқтаумен жайсаңыздар да болады, бірақ мен қолмен жайып шықтым. Өйткені өте жұмсақ қамыр қолмен оңай жайылады. Қамырымызды жайып болғанымыздан кейін майонезімізді және кетчупты құйып, араластырып бетіне жағып аламыз. Пиццаның салмасын өздеріңіз қалағаныңызша сала берсеңіздер де болады. Мен колбасаны және тауықтың төс етін және сырды пайдаландым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіп шығады. Мен 20 минут пиццаны пісіремін, 5 минут қалғанда сырды саламын. Сонда әдемі болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, достар, өте жұмсақ, әдемі пицца болып шығады. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.